Құрметті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі әңгімемнің тақырыбы Игроман ұлдың әлегі. Түн іші. Әлем күндізгі қауырт тіршіліктен тыныстап алайын дегенде ұйқы құшағында. Аспандағы ай да, жұлдыздар да, сендер де тынығып алыңдар, ертең қыз өмірі басталады дегенде аспан төрінен сәулесін төгіп тұр. Елдің бәрі ұйқы құшағында, тек ұйықтай алмай жатқан осы Ханшайым ғана сияқты. Ары дөңбекшіп, бері дөңбекшіп, көз ілінбей жатқаны. Түн тыныштығын дарылдаған мотор үні бөлді бір кезде. Жүрегі артша тулап қоя бергені, орнынан тіпті тұра алмай тыпыршып қалды. Есікті тарсылдатып қаққан адам жау қуып келе жатқандай даланы басына көтерді. Ашыңдар есікті, қазір тура терезені сындырып кірем, так что быстро деп қояды. Ханшайым ұлы Санжардың даусын бірден таныды. Қазір деп шала-пұла үстіне халатын жамыла шықты. Есікті ашқанда теңселіп тұрған ұлын көрді. Аузынан ішімдіктің иісі бұрқырап тұр еді. Мам, маған ақша керек деді мас ұлы кекірік ата. Срочно, тез, мам, деп бұның иығынан сілкіп жіберді. Чо молчишь, жоқ деуші болма, мені тосып отыр ана жақта деп қолын сілтеп қояды өзі. Ұлым-ау, бізде қайдағы ақша? Соңғы ақшаны өткенде алдың емес пе деп Ханшайым дірілдеп кетті. Ал ұлының екі көзі қанталап кеткен, сөз ұқпайды тегі, қалшылдап тұр. Үйдің жарығы мен суына азық-түлікке деген аз-маз ақша бар, соны берейін деді ол ұлына еріксіз. Тиын тебен емес, маған доллар керек. Теңгені қазір кім ақша дейді? Тыққан долларыңды шығар, атома мен ешкімді аямайым деп ұлы тіпті тісін қайрап. Жан тәтті ғой шіркін, Ханшайым тығып жүрген соңғы долларын беріп құтылған. Санжар есікті аяқпен теуіп ашып, машинаға отырып кете барды. Ханшайым төсегінде тұншыға жылап отырды. Мына ұлдың кесірінен жиған тергенің бәрінен айырылды. Үйде ақша тұрмайтын болды. Үйдің берекесі әбден кеткен. Момын күйеуі Тұрсын үндемей құтылады. Талай рет ұлы соққыға жығып қабырғасында сындырды. Ұлдан үміті үзілді әкесінің. Тұрсын біреудің жалғыз ұлы еді, өте ерке боп өскен. Әкесі Аман басынан құс ұшырмай өсірді. Ал анасы Сабира бар жақсыны жалғыз ұлдың аузына тосып бәйек болушы еді. Енді міне, ұлына бір сөз айтуға шамасы келмей, іштен тынып жатқаны. Сол кеткеннен Санжар бір апта үй бетін көрмеді. Үйдегілердің құлағы бір тынып қалғандай болған. Қуаныштары ұзаққа бармады. Кешке қарай теңселе басып келген ұлдары үй ішіндегілермен ұстаса келді. Әкеліңдер тамақты, қарным ашты деп мұздатқышты тарсылдата ашып, піскен тауықтың етін аузына тоқта берген. Анасы бәйек болып ұлының алдына барлық тағамды қойып есі шығып кетті. Жей ғой құлыным, же деп түнде асқан жылқы етін тура бәлек. Біраз ішіне ел қонған Санжар әкесіне қарап: Батя, сен неге үндемейсің, Үнемі ішімдегіні тап деп отырасың. Осы үйдің иесі сен бе, әлде мамам ба деп әкесіне даусын көтеріп сөйлеген. Подкаблучник дейді сендейлерді. Әйелден қорыққан деп столды бір қойып әкесіне ежее қарап еді. Мына әумесер ұлмен салғыласып опа таппасын білген Тұрсын далаға сытыла жөнелген. Тұрсын мына шулы қаланы тастап, тур ауылға тартып кеткісі келді. Мынау не өмір? Ұлыңнан мынандай сөз естігенше, не оны, не өзін өлтіргені дұрыс-ау. Өмірге ұрпағымды жалғастырар ұл келді деп қуанды ғой бұл бейшара. Енді сол ұл бұларға күн көрсетуден қалды. Тіпті ит өмірге көндігіп жүр. Қашанғы шыдар екен бұл? Ұлы Санжар мектепте тәп-тәуір оқыды. Өзіне тартқан осы сары ұлынан күтер үміті көп еді-ау. Екі қызы бұл күнде өз алдыларына үй боп кеткен. Осы бауырлары Санжардан қашып, әке-шешесіне сирек келетін болып жүр. Тек телефон соғып, аман саулықтарын сұрап қояды анда-санда. Ақша сұрап Санжар оларды да жалықтырды. Күйеу балалардан да ұят болды. Тұрсын аулашын тазалап, реттеп жүр. Осы қалаға келгендеріне де 10 жылдың жүзі болып қалыпты. Шіркін уақыттай, аттай желіп жеткізбесің ау пендеңді.
Бұрын олар ауылда тұрды. 8 бөлмелі ат шаптырым үйлері де болды. Елдің алды болып өмір сүрді. Әйелі Ханшайым бір совхоздың экономисі болып, түкірігі жерге түспей дәуірлеп өмір кешті. Мал жинап байып кетті. Сол кездегі ұжымдасу кезеңінде Ханшайым да қарап қалмады. Совхоздың малы мен қаржысынан молынан қамтыды. Ебін тапқан 2 асайды демей ме? Бұл тіпті 4 асады десе де болады. Есеп қисапқа жүйрік қу Ханшайымның құдайы берген заман болды ғой сол кез. Басшылармен көз қысып жүріп өз долясын молынан қамтыды. Ел көзіне адал адам болып, тура актриса болып ойнады дерсің. Күйеуі Тұрсынды жамандап жүретін үнемі. Әлгі біздің үйдегі Тұрсын ағаларыңа бәрі бір. Бодақтатып темекісін тартса болды. Ештеңе ойламайды-ау. Елдің байы жүр жалаңдап бірден 2 жасап. Бәрін менің мойныма асып қойған. Ұйқысы қанып, тамаққа тойса болды деп, күйеуін сыртынан кемсітуден еш жалықпаған болатын. Ауыл адамдары да соқыр емес. Олар болса, осы Ханшайым өзге біреуден 2 қабат болып қалғанда алған Тұрсын еді ғой. Қар жауды, із басылды деп көкігені несі? Әлде Тұрсынның жалғыздығын, момындығын басынғаны ма? Бәрін білеміз ғой деп сырттан әңгіме қылушы еді. Тұрсынның анасы өте таза, биязы, көп сөзі жоқ бекзат кісі еді. Оны да отырса опақ, тұрса сопақ қылды. Ақыры өлтіріп тынды ғой деп жағаларын ұстап шошитын. Иә, Тұрсын өте тату-тәтті отбасында өсті. Әкесі аман зиялы адам еді. Ұзақ жыл мұғалім болған. Тұрсынды да оқытып, жоғары білімде алып берген. Енді міне күні иттен төмен болып, ұлынан естімегенді естіп жүр сол Тұрсын. Қалың қойға берілген Тұрсынның көзінен жас тамшылары еріксіз ыршып кетті. Дағарадай ауланы сыпырып, есік алдындағы гүлдерге су құйып, әйтеуір ол далада ұзақ жүрді. Үйге тіптен кіргісі де жоқ. Ана жынды ұлдың көзіне түспей басқа жаққа кетіп қалғысы да келеді. Ауылға не бетімен барады? Елдің пыш-пыш өсегіне бола барама? Мына әлем оған тарылып кеткендей көрінген. Тұрсын бүгінде Ханшайымның күйеуі емес, тура құлы сияқты. Тіпті күйеуім екен-ау деп жылы сөйлеп көрмепті оған әйелі. Енді міне туған ұлы да бұны адам құрлы көріп отырған жоқ. Бағанағы подкаблучник дегенінде де жан бар-ау. Ханшайым үйде де, түзде де бей боп алған. Бұған базардан сатып алған құлындай қарайды. Төсегінде соңғы кезде жеке бөлмеге салып, Тұрсыннан алыстап кеткен. Осының бәрін көріп отырған ұлы, бұны әрине подкаблучник дейді. Түскі асты ішуге кірген Тұрсынға ешкім келдің-ау, кеттің-ау деп көңіл бөлмеді. Әйелі әлдебіреумен телефонмен сөйлесіп отыр. Ал ұлы кешкі жорыққа даярланып алайын дегендей өз бөлмесінде қорылға басып жатыр. Кешке тағы да казиноға кету ойында. Тұрсын 2 шыны шайын ішіп, аз-маз көз шырымын алуға жантайып еді, қалта телефоны безілдей берді. Алса осы қалада тұратын қызы Ардақ екен. Папа, қалайсыз? Бәрі тыныш па әйтеуір? Бізге келіп 2-3 күн демалып кетсеңізші. Сізді сағындық деп қояды қайтсын. Қыз бала әкеге жақын болады деуші еді. Ар жақтан жиені Ләйла да, ата, кел деп былдырлайды әйтеуір. Бұл да болса көңіліне медеу 2-ші қызы Ардақ осы қалада бір мекемеде білді менеджер. Ал күйеу баласы Жанат жер қозғалса да қозғалмайтын жігіт, құрылыс саласында инженер. Тәуба, мені де іздейтін адам бар екен-ау деп Тұрсын қуанып қалды. Ханшайымның құлқынан тескен ақша ғой. Әлде біреумен сауда жағдайы туралы сөйлесіп жатыр. Иә, сонда 3 есе қып сатсақ, пайдасы мол екен-ау деп калькулятордағы семіз саусақтары тышқандай жорғалап, сауда әңгімесіне беріліп кеткен. Ұлы Санжар 10-шы сынып оқып жүргенде бұлар қалаға келді. Ханшайым 25 миллионға осы үйді сатып алды. Бүкіл бір совхоздың малын совхоз директоры екеуі бөліп алды десе де болады. Бар терде деген шыққан ол кезде. Мал тиеген КамАЗ көліктері қала мен ауыл арасында ағылып жүретін болды. Халыққа малды ақшамен товарға, тамаққа айырбастаймыз. Сіздерге жалақы,
керек заттарыңызды береміз деп сендіріп қойған. Екі ақыллылар шығып қарсы болғанда оларға оңашада аз-маз мал беріп алдап қойған басшылар. Тек бір жиналыста Ұлы Отан соғысының ардагері Түсіп ағай мінберге шығып өз ойын айтқан. Қарақтарым-ау, мал деген мына даланың көркі киесі емес пе? Сонау ашаршылықты біз бастан кештік. Ол кезде бала кезіміз бір уыс бидай таба алмай талай қазақ қырылып қалды ғой. Мал қазақтың жаны, ертең осы малдың киесі атып жүрмесін. Осы колхоздастыру кезінде мал басын көбейтуге жұмылдық. Мына жатқан кең дала мал кетсе адыра қалмай ма? Соны түсініңдерші деп булыға жөтеліп мінберден түсіп кеткен. Бұны тыңдар құлақ бар ма? Бәрі совхоз басшысының шашбауын көтеріп лепіре сөйлеген. Бір білгіштер сонау Америкада малды фермерлер өсіріп бүкіл елді ет сүтпен қарық қылып отыр. Біз одан кембіз бе деп желпінген. Сонымен басшы қызметкерлердің туыс туғандары малды бөліп алып фермер болып шыға келген. Қарапайым халық енді соларға малшы, жалшы болуға таласып, қызыл кеңірдек болып кеткен еді. Есебі мықты Ханшайым экономист бола тұра, мынадай байлықтан құр қала ма? Өз долясын көбірек қамтыған. Өте қу әйел малдың көбін қаладан келген камаздармен қалаға барып сойып, немесе тірідей сатып байып шыға келген. Артын ойлайтын залым келіншек түнімен жоспар құрып, қиялданып ұйықтап кететін. Бұйыртса анау бай жігіт Сағынның бауыры Рахатқа бірінші қызы Гүлімді қайтсе де үйлендіру керек деп шешті. Ертең құдасы Сағын оған майшелпек болмай ма? Қалаға көшсе жылда соғымын беріп тұратын біреу керек қой деп жоспар құрып жүрді. Енді Рахатты қалай қолға түсірсем деп мың ойланып, мың толғанды. Тапты. Дегенмен экономист емес пе? Логикасы мықты бұның. Бұйыртса қызы Гүлім жазғы каникулға келмекші. Туған күні 20 тамыз ғой. Туған күнді сылтауратып бір стол жастарды шақырады қонаққа. Ішінде Рахат та болады әрине. Тек ащы суды молынан алып, арақты суша ағызса, масайған Рахаттың қойнына қызы Гүлімді салып берсе бітті. Дегенмен ақылдысың-ау деп өзін-өзі мақтап та қойды Ханшайым. Шынымен бәрі сол сценарий бойынша болды. Бейшара жігіт көзін ашқанда өзінің бөтен үйде жатқанын сезіп атып тұрған. Қараса жанында Гүлім жатыр, пысылдап, тыр жалаңаш. Бәрін басынан есіне түсірген Рахат ұяттан өртеніп кеткен. Мұнасы ұят болды. Анау Ханшайым апайының бетіне не деп қарайды деп басын ұстап ұзақ ойланған. Сүйген қызы Дарияға да не бетімен көрінеді енді. Күзде үйленеміз деп сөзде байласып, үй ішін құлағдар етіп қойған болатын. Мен не істедім? Малмын ба мен деп басын қыса ұстаған жігіт есеңгіреп қалған еді. Алдын ала жасалған сценарий бойынша Ханшайым әлдебір есеп-қисаптың бабымен аудан орталығына кеткен болатын. Ханшайымның қызы Гүлім анасынан асып кеткен әккі болып шықты. Мен алмасаң, мені зорлады деп соттатам деп қояды. Майысып отырған келбетінен ештеңе қалмаған. Екі көзі ежірейіп. Гүлім тіпті өз-өзіне ұқсамай кеткен. Солай Рахат Гүлімге үйленуге мәжбүр болды. Той үстінде Рахат қалың ой құшағында отырып, дел салып күй кешкен. Ал Ханшайым, міне, Белдібай Сағымен құда боп шыға келдік. Іші күйгендер мұз жаласын деп, ішінен сыл-сыл күлген болатын сонда. Енді қалаға көшуге болады деп, Алматының төрінен дағарадай үй сатып алып, шалқып өмір кешіп жатыр еді. Тек мына жалғыз ұлы Санжар қалаға келгеннен бері бұзылып кетті. Не түсірген оқуын оқымады, түнімен қаңғыратынды шығарды. Басында еркеліктеп қабылдаған Ханшайым ұлына долларлап ақша беретін сұрағанында. Қазір сұрамайды. Ұлы шешесін қорқытып алатын болған ақшаны. Қала сыртындағы Қапшағайдағы казиноларға барып, ойын ойнап, кейде үйге келеді, кейде апталап жоғалып кетеді. Құмар ойынының құрбаны болған жас жігіт осыны тіптен қоя алмады. Үйде отыра алмайтын болды. Астындағы шетелді көлікті де ұтысқа қойып жіберді ғой.
Ханшайым Алматыға келген соң да сауда жасап, ақшаның басын құрап алған. Сонау Қытай, Түркиядан товарға тапсырыс береді. Үйінің алдындағы жазғы кухнясынан дүкен ашып, саудасы дөңгеленіп жүріп жатты. Ақша да ақшаны жақсы көретін адамды жақсы көреді деп жүр ғой білгіштер. Теңгені долларға айналдырып, жеке шотына салып біраз ақша жинаған. Бірақ осы ұлын құтқарам деп, ол ақшада таусылды. Бірде ұлын алдап, сулап, бір балгерге апарған. Ондағысы ұлының құмар ойынына деген құштарлығын қойдыру еді. Ескі қараңғы үйде тұратын кәрі әйел бұның бетіне қарап отырып: «Иә қызым, өз жолыңды өзіңнің қара ниетіңмен жапқансың. Елге тілеген жаманшылық өзіңе 100 есе боп қайтып жатыр екен. Мынаулың адам болмайды, ажалы адамнан» деген. «Күйеуіңнің арғы аталары үлкен молда болған екен. Сен сол күйеуіңді тек қорлап келесің. Әй, барлық бәле өзіңнен» деп шығарып салған. Тіпті ұсынған ақшасын да алмаған. Шынымен тура сол көріпкелдің айтқандай ақ болды. Ұлы кезекті құмар ойыннан ұтылып, ханшайым үйлерін сатып, квартира іздеп қаңғып кеткен. Ал ұлы Санжар передозировкадан бас көтермей жүріп, кезекті бір разборка кезінде қаза болды. Бүгінде ханшайым болса, Тастақтағы базарда темекі, насыбай сатып отыр. Квартираға төлейтін ақшаны беретін уақыттан 2 күн өтіп кетті. Күйеуі тұрсын бұған тіпті жағында ашпайды. Тура бұны көрмей отырғандай. Бар үшін темекіден алғандай, темекісін құшырлана сорып алысқа қарап отыра береді. Ханшайымның қалта телефоны безілдей жөнелді. Квартираның иесі екен. «Сендер квартираның ақшасын міне 2 күн кешіктірдіңдер. Босатыңдар» деген зіркілдеп. «Қазір 20 минутта босатып қойыңдар. Болды» деп телефонды тастай салған. Бүгінше қаладағы қызының үйіне қона тұрар. Әй қайдам. Оның енесі де бұларды жақтыра қоймас. Ал ауылдағы қызы Гүлім бүгінде күйеуі рахатпен ит пен мысықша өмір сүріп жатыр. Одан келер көмек жоқ. Кейде ханшайым: «Осы мені адамдардың наласы мен малдың киесі атты мекен» деп ойлап қояды.